Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі жылдам және де тез желінетін осындай чесночный хлебні рецептімен бөлісетін боламын. Бұл рецепт өте оңай және де үйде де жасап жеуге болады. Сіздерге рецепт ұнайды деген сенімдемін. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Бізге бүтінде бір сарымсақ қажет болады, яғни чеснок. Менде кішкене үлкендеу болғандықтан мен біреу ғана қостым, немесе екі кішілеу сарымсақты да қолдана берсеңіздер болады. Осылайынан үстіңгі жағын кесіп алып тастаймыз. Және де фольгаға салып, үстіне сұйық май, дәміне қарай тұз, бұрышын салып, фольгамен жақсылап сарымсағымызды орап тастаймыз. Ендігі кезекте 180 градуста қызып тұрған пеште 30 минутқа салып, жақсылап пісіріп аламыз. Оған дейін укробымызды, яғни жағатын сары майымызды дайындап аламыз. Укробымызды осылайынан ұсақ етіп турап аламыз. Укробымызды жақсылап турап алдық. Кез келген аскөктің түрін қолдана берсеңіздер болады. Бұл жерде міндетті емес укропты қолдану. Және де оны сары майымызға салып, үстіне осындай қатты ірімшігімізді үккіштен өткізіп аламыз да, жақсылап барлығын біріктіріп, араластырып шығамыз. Және де дәміне қарай кішкене тұз салып, жақсылап барлығын біркелкі масса болғанша араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырып алдық. Ендігі кезекте 30 минут өткеннен кейін сарымсағымыз жақсылап пісіп шықты. Бұл өте ыстық, салған кезде абайланыңыздар, қолдарыңызды күйдіріп алмаңыздар. Осыны енді осы дайын болған массамызға салып шығамыз. Барлығын салып алдық. Енді осыны шанышқының көмегімен тағы да осы массаның үстінде езіп, барлығын біркелкі масса болғанша араластырамыз. Біздің массамыз дайын, көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып шықты. Енді керекті нанымызға жағатын боламыз. Мен осындай арнайы багет нанын қолдандым. Сіздерге де осы нанды қолдануға кеңес етемін. Осы нанды қолдансаңыздар өте дәмді, өте үгітіліп, күтіріліп тұратын болады. Енді осыны ортасынан қақ бөліп, одан кейін оны да ортасынан біркелкі қылып бөліп аламыз. Енді дайын болған массамызды осы нанымызға жағып аламыз. Біркелкі қылып, керегінше жағып шығамыз. «180 градуста қызып тұрған пеште 15-20 минутқа осы нандарымызды салып аламыз. Мінеки біздің чесночный хлебіміз, яғни сарымсақты нанымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қараңыздар, өте дәмді, өте аппетитный болып тұр. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте күтірлеп, хрустящий болып шығады. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Сіздермен болған Ариана, және де менің каналыма міндетті түрде жазылып, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.